мен ішем. Жалпы негізі гала көп кайфовать етпейді ғой. Негізінде бұл өзін андай көрсетеді да бүйтіп жаңағыдай кайфарик сияқты. Кайфарик сияқты. Сен мысалы ішеді деп ойлап қалуы мүмкін ғой. Бұл ішпейді негізі. Қанша жыл болды? Мүлдем ішпейді. Мен ішем. Мен жоқ, шынында мен енді жаңағыдай жаман әдеттерім бар да, бұл айта беруге болады ғой, иә? Просто қызық қылайық та. Қызылордаға тойға бардық. Құлағым айтса, Бұл сор. Қымыз ішкен ғой, қымыз. Алып келген қымыз. Қымыз емес ол. Ол қымыз болмады. Мен қанша білем ғой, біз бір 5 жылдан көп танысымыз ғой уже. Мен білмейді екен. Бұл айтатын, мен кезінде ішкем, ойба, кезінде мен ішсем қуам деп айтатын, бірақ ше, маған ішуге болмайды деп. Қызылордада көкем қымыз ішіп алған. Тойда жүрген әрқайсың жүрш дей береді да, бүйтіп ұстап алады да. Мә, енді бір кезде ше уже басында қызық қой жүрді, галаны ондай көрмеген ғой ешқашан. Уә деп күліп жүрмін, гала берейші деп әңгіме айтты. Уже бір кезде сәл уже зым шығып кетті уже. Қойшайын алайын десем, уже болмай кетіп бара жатыр ғой. Сондықтан бұның өмірінің жаңағыдай образ жизни басқа деп айтып отқаным сол ғой. Сондықтан сен уже дайынсың, сен пісіп тұрсың кәдімгі, ше. Сен піскен алма ұқсап тұрсың, бірақ сәл уақытыңды жіберіп алсаң, уже шіріп бастайсың сен.